Бұл көріп тұрғаныңыз Корей көшпелі һәм ярым көшпелі халықлардың үйі болған. Корейдің ағаш сүйегі 3 бөліктен тұрады. Бұл решетка сияқлы диуалы кереге, иілген ағашы уық һәм жоғарыда домалақ ағашы шаңарақ деп айтылады. Корейдің есігі ергенек деп аталады, оны ергенекші деп аталған ұсталар соққан. Себебі корейдің есігін һәм басқа бөлегін бір ұста соқса, онда ол ұста өледі деген ырым болған. Корейді тикарынан хаяллар көтерген. Корей құрылатығын жер шығынды от шөптен тазаланып, корейдің өлшемінде домалақ етіп топырақ көтерілген. Еңдәслеп корейдің ергенегі құрылады, кейін кереге диуаллары, онан кейін шаңарақ көтеріледі. Шаңарақтың шеткі шеңберінде тесіктері болады. Уық ағашлары оларға кіргізіліп, жоғарыға көтеріледі. Кейін төменде уық ағашлары кереге басларына уықбау менен байланады. Кереге диуалы бірнеше бөліклерден ібарат болып, әр бір бөлегі қанат деп аталады. Себебі олар жиналады, қанат сияқлы ашылып жабылады. Корей 6, 8, 12 қанатлы болады. Қанатларды байлап тұрған бау ызба деп аталады. Уық ағашларды беккемлеу үшін уықтың ейліп тұрған жері дізбе деп аталған жіппенен байланады. Қарақалпақ милли кілемлері тикарынан қой һәм ешкі жүнлерінен тоқылған. Кілемлер 2 вазипаны атқарған: беккемлеу һәм безеу үшін. Қызыл басқұр һәм ақ басқұр корейдің күмбезін беккемлеу үшін пайдаланылған. Корейдің төрінде жоғарыда тұрған тор қызыл құр деп аталады. Қызыл құр киізді беккемлеу үшін пайдаланылады. Корейдің жоғарысына киіз жабылады. Ол 2 бөлектен ібарат: алдыңғы һәм артқы бөлегі. Қызыл құр киіздің алдыңғы бөлегін байлап келеді һәм төрде сетка пайда болады. Хаттекі бұл орынды шкаф сыпатында да пайдаланған. Киім-кеншек түйіншіктерін қойған. Шидің сыртынан байлап тұрғаны белжіп ямаса сыртқы белдеу деп аталады. Корейдің сыртында ергенектің 2 қапталында ши өңір деп аталған 2 кілем безеу сыпатында пайдаланылады. Корей сырттан ши менен қапланады, ол 2 бөлектен ібарат. Ергенекке беккемленіп, 2 жақтан оралып жабылады. Жаз күнлері ши артқы тәрептен 2 қапталға оратылып, ашылып, корейдің іші самалатылған. Корейдің ергенегіне сырттан шиден тоқылған жалюзи сияқлы бұйым жабылады. Ол есік деп аталады. Корейдің ергенегі тек сыртқы жақтан ойма нағыспен безелген. Ергенек жабық тұрғанда ғана емес, ергенек ашық тұрғанда да оның нағыслары көрініп тұрады. Корей бір қаналы үй болып, 2-ге бөліп пайдаланылған. Төрден қарағанда корейдің шеп жағы хаяллар тәрепі таза тәреп деп аталған. Бұл жерде асхана болған, қазан табақ һәм азық ауқатлар сақланған. Кергі кілем қалта болып, ішіне қазан табақ салып қойылған. Шанаш теріден ямаса пақта кезлемесінен қылынған қалта болып, ұн, бидай, дәнлі өнімлер қойылған. Сыртында геометриялық нағыслардан ібарат аппликация болады. Астақта, артқы тәрепінде ойма нағыслары бар. Бұл тәрепте және су, дігірман һәм басқа бұйымлар тұрған. Корейдің оң жағы ер адамлар тәрепі, таза емес тәреп деп аталған. Бұл жақта киім-кеншек, саз аспаплары, ер һәм басқа бұйымлар сақланған. Қызыл құрдың асты төр деп аталған. Мейманлар мұрат етіліп, дастұрхан жайылған. Корейдің ортасында 4 мейішлі ошақ болған. Түтіні жоғарыға көтеріліп, шаңарақтан шығып кеткен. Шаңарақ жоғарыда 4 мейішлі киіз бенен жабылған. Ол түңлік деп аталған. Оның 4 мейішіне ұзын жіплер байланған болып, бұл жіплер сырттан сыртқы белдеуге беккемлеп қойылады. Төменнен тұрып, корейді ашып жабу мүмкін болған. Қар жауын жауғанда түңлік жауып қойылады, әдетте ярым жабық халатта тұрады. Корей құрылатығын жерде құрбанлық сойылған, қазан асылып ауқат берілген. Корей құрылғаннан кейін оның диуалларына ақша түйілген орамалар асып қойылған. Оларды корейді құрған хаяллар алған. Уықларға сары май сүртілген. Кереге диуалларына адраспан, пияз, бұрыш, доз асып қойылған. Бұлар жаманлықтан, көз тиюден сақлау үшін ісленген. Корейдің ергенегі, босаға, төр, 5 құр һәм ошаққа киелі мәні берілген. Босағаны басса, ямаса отырса, адамның өмірі қысқарады деген ырым болған. Ергенектің
тіреп берді ағашы тұлға ағаш деп аталады. Тұлға ағашқа асылуға болмайды деген ырым болған. Себебі жаман хабар әкелген адам ұсындай қылған екен.